Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы аз адамның арқауы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру. Сұрақтарға жауап бер. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Сен дұрыс тамақтанасың ба? Дұрыс тамақтанбаудың денсаулыққа тигізетін әсері туралы не білесің? Күніне неше рет тамақтанасың? Осы сұрақтарға жауап бер. Тыңдалым тапсырмасы: мәтінді мұқият тыңдап, мәтінге тақырып қой. Аз адамның арқауы. Екінші тапсырма. Қазақ өз ұрпағының саулығына ерекше мән берген халық. Өйткені ұрпақ саулығы ел болашағының кепілі. Жас ұрпақтың зиянды әдеттерден аулақ жүргенін үнемі қадағалап отырған. Ертеде темекі тарту, ішімдік ішу, есірткі пайдалану сияқты денсаулыққа зиянды әдеттер қазақ арасында болмаған. Елдің болашағы өсіп келе жатқан жас буынның денсаулығына байланысты екенін ертеден-ақ терең түсініп, жастардың уақытылы, құнарлы тамақтануына мән берген. Өйткені ас адамның арқауы. Денсаулықты сақтау үшін оны күту керектігін білген. Ата-бабамыз қуаты мол қой еті мен дәмі ерекше жылқы етін, денсаулыққа аса пайдалы сүт өнімдерін, емдік қасиеті мол қымыз бен шұбатты пайдаланған. Шұбат қазақ халқының дәстүрлі сусындарының бірі. Бұл сусынның шипалық қасиеті де бар. Шұбаттың емдік қасиеті құрамындағы сүт қантына, сүт қышқылына, көмір қышқыл газына, ақуыздарға, тұздарға, дәрумендерге байланысты. Тамақтың құрамындағы ақуыздар әдетте асқазан ішек жолында тамақ қорытылған кезде ғана ыдырайтыны белгілі. Ал шұбат құрамындағы ақуыздардың едәуір бөлігі ағзаға ыдыраған күйінде түседі. Шұбаттың жеңіл қорытылатындығы да сондықтан. Бұл сусынның асқазан жолының бездерінен сөл шығаратын қасиеті бар. Ол қарын сөлінің қорытқыш қасиетін күшейтіп, ішектің қызметін жақсартады. Тамақтың жақсы қорытылуына көмектеседі. Айтылым тапсырмасы: ертеде қазақ арасында денсаулыққа зиянды қандай әдеттер болмаған? Неліктен? Денсаулықты күту үшін не істеу керек? Қандай тағамдар пайдалы деп ойлайсың? Шұбатты неліктен пайдалы тағам қатарына жатқызған? Денсаулыққа қатысты қандай мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді білесің? Тілдік бағдар. Одағай. Одағай толық мағынасы болмайтын, адамның түрлі көңіл-күйін білдіретін және жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер. Одағайға тән негізгі белгілер: бірінші, лексикалық мағынасы болмайды. Екінші, сөйлемдегі басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейді. Үшінші, сөйлем мүшесінің қызметін атқара алмайды. Одағайдың негізгі үш түрі бар. Бірінші, көңіл-күй одағайлары, жекіру одағайлары, шақыру одағайлары. Көңіл-күй одағайлары шаттану, таңырқау, ренжу, өкіну, қуану мәнінде қолданылады. Мысалы, пәлі, алақай, пай-пай, ух, әттеген-ай, қап. Екінші, жекіру одағайлар. Тыйым салу, жекіру мәнінде айтылады. Тәйт, тек, жә. Үшінші, шақыру одағайлары хайуанаттарды, жан-жануарларды қуу, шақыру мәнінде жұмсалады. Жылқыға қатысты құрау-құрау, моқ-моқ, сиырға қатысты ауқау-ауқау, әукім-әукім, қойға қатысты пышайт-пышайт, түйеге қатысты көс-көс, ешкіге қатысты шөре-шөре, итке қатысты кә-кә, айтақ-айтақ. Тағы да басқа одағайлар қолданылады.
Одағай сөйлем басында, ортасында, соңында кездеседі. Соған байланысты одағайға қойылатын тыныс белгілер төмендегідей. Бірінші, одағай сөйлем басында келсе, одағайдан кейін үтір қойылады. Мысалы, пай-пай туған жер қандай ыстық, құрау-құрау кер бесті. Екінші, одағай сөйлемнің ортасында келсе, одағайдың екі жағынан да үтір қойылады. Мысалы, далаға шықсам, ойпыр-ай, батыс жақта от болып жанып жатқандай. Үшінші, одағай сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Мысалы, осы алған бетінен танба, бәрі келді. Көз жасынды көрсетпе, тәйт. Кейбір жағдайда одағай қатысқан сөйлем соңынан леп белгісі қойылады. Мысалы, Қазақстан, пай-пай ардағым-ай, сен менің шолпанымсың жанған ыдай. Бесінші, қайталанып айтылған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, пақ-пақ, сөз деп осыны айт. Осы пақ-пақ деген сөзде арасына дефис қойылған. Оқушылар, одағай туралы толық түсінген болсаңыздар, енді оқылым тапсырмасын орындайық. 4-ші тапсырма берілген, мәтінді оқып, негізгі ақпаратты анықтайсыздар. Жазылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Төменде берілген одағайларды қатыстырып, сөйлемдер құра. Пай-пай, тәйірі, қап, алақай, тух, ах. Осы одағайларды қатыстыра отырып, сөйлемдер құрап, дәптерге жазасыздар. Кері байланыс тапсырмасы. Сілтеме арқылы өтіп, кері байланыс жасаңыздар. Ол үшін видеоның астында описание деген жерде көк сілтеме берілген. Сол көк сілтемені баса отырып, бүгінгі сабақ бойынша алған білімдеріңізді қорыту мақсатында жеңіл тапсырма берілген. Сол жеңіл тапсырманы орындайсыздар. Сіздерге сәттілік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.